Лебізің деген әннің шығу тарихы былай болды. Ол кісі хабарласып, үйге келіп, бір ән бар. Басы былай басталады деді. Сенсіз өмірді мүлде ойлай да алмаймын. Бірінші қатар бір болды. Бір адамды жақсы көрген, бірақ басқа адамға үйленген, бірақ өмір бойы сол адам өзінің ойында тұрады. Ол бір сарқылмайтын сағынышқа айналған деп маған солай түсіндірді енді. Сондай бір адам туралы жазу керек деді. Бірақ ол кісінің бір ерекшелігі әнді шығарған кезде міндетті түрде әннің бір алғашқы тармағын, бірінші қатарын, кейде екінші қатарын айтады. Осылай ең бірінші қатарын сенсіз өмірді мүлде ойлай да алмаймын деген тармақ өзінің тармағы. Сөйтіп ары ойланып, бері ойланып, солай сенсіз өмірді мүлде ойлай да алмаймын. Жүрегімнің әні сен едің, сенсіз жаным жабырқап қалған жандаймын, тыным бермей қойды неге мұң деп, осылай алғашқы 4 қатары шықты. Ол ән шамамен мен шатаспасам 2007 жылдары, 2008 жылдары жазылды. Сонда мен Алматы қаласында жұмыстармен, ғылыми жұмыстармен айналысып жүрдім. Ол кісі де Алматы қаласында тұратын, оның ұлы Бейбарыс сол кезде студент еді Алматыда. Сол кезде мен кейде жаяу жүресің Алматының кең көшелерімен, сонда жерде үлкен жапырақтар жататын. Сол жапырақ маған әсер етті. Біздің Шымкенттің жапырақтары негізі майда, ал Алматының жапырақтары үлкен жапырақтар, сол жапырақтары сарғайып жерге түседі. Сол ән ойымда жүретін, сосын кейін жапырақтар түсіп жатыр жауып жер бетін. Үмітімдей кейде үзілген, көз алдымнан кетпей қойды сенің келбетің, бақытымды көрдім жүзіңнен деген 4 тармағы шықты. Сонда осы жапырақтар ол кісіге өте қатты ұнады. Жапырақтар дейсің бе, ол қандай әдемі келтіргесін деп, сондай бір өзінің ойынан шыққан сөз болды. Әнге өз ат қойғыш болатын ол кісі. Әнге де атты жақсы қояды. Лебізіңе жаным шөлдедім деген жер керемет. Осы сағынып, әбден сағыныштан сарғайып, осы еш сағыныштың бір дауасы табылмай жүрген адам сол өзінің жақсы көрген адамның лебізіне шөлдеп жүреді ғой, мына бір жақсы екен. Әннің атын лебізің деп қоямын деп өзі қойды. Ол барлық әндердің атын өзі қоятын. Бірақ сол осы Ержан ағамыздың өмірінде болды ма, я болмаса бір өзінің бір жақын адамының өмірінде болды ма, сондай бір бастан кешкен оқиғаларды әннің арқауына айналдырды.